Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін осындай қызанақты сорпа дайындайтын боламын. Ең алдымен қызанақты қайнаған суға 5 минуттай салып қойдым да, қабығын ашып тастадым. Содан кейін осындай үлкен-үлкен бөліктерге бөліп, оны блендермен ұнтап алдым. Егер блендер жоқ болса, ет тартқыштан өткізіп алуға да болады. Сорпа өте дәмді болды, бізге ұнады, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды күтемін. Помидорымызды ұнтап алғаннан кейін қазанға май құйып, сұйық май немесе сары май болады. Май қызғаннан кейін оған 2 ас қасық ұнды салып, қозғап тұрып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Әйтпесе, қозғамасақ, ұн жабысып қалуы мүмкін. Неге осылай қуырып алдым да, оның үстіне жаңағы ұнталған қызанақты құйып, және оны да 1-2 рет қозғап тұрып, 1-2 рет қайнатып аламыз. Әйтпесе, қызанақ жан-жаққа шашырайды. Мінеки 1-2 рет қозғап қайнатқаннан кейін оның үстіне 4 стакан су құйдым. Және оны бетін жауып 15 минутқа қайнатамыз. Енді дәміне қарай тұз қосу керек. Мен 1 шай қасық тұзды толтырып қостым. Сіздер өздеріңіз дәміне қарай қоса аласыздар. Қызанағымыз 15 минут қайнады. Енді тағы 1 рет араластырып жіберіп, үстіне жарты кесе сүт құямыз. Стаканмен да болады жарты. Мінеки сорпамыз дайын қызанақты. Достар, лайк, комментарий күтемін сіздерден. Енді осы сорпамыздың бетіне үккіштен өткізілген сыр, қатырылған, кептірілген нан салып берсеңіздер де болады. Бірақ міндетті емес, онсыз да сорпа дәмді болды. Қош сау болыңыз.